Ассалаумағалейкум баршаларыңызға. Бүгін Word туралы сұраққа жауап беруге тырысамын. Менің Word туралы жазған видеомда 13 мың адам көрген екен. Сол жерде соңғы осы бір сұрақ маған келіп отыр екен. Осы сұраққа жауап беруге тырысайын. Сәлеметсіз бе? Осы шортпен қалай, Wordпен де менде отпечатка еткен болу керек. Қалай файлды принтермен шығарып алуға болады? Қай жерді басуды білмей отырмын дейді. Жарайды, көрсетейін сіздерге. Wordқа кірген кезде, мына жерде мысалы бір тексттеріңіз бар болады, сосын соны принтерге шығару үшін файлдың ішіне кіресіздер, печать деген кнопканы басасыздар. И осы жерде міндетті түрде сізде қандай принтер орнатылған. Сіздің қасыңызда принтер тұрады, соның моделін қараңыз, например, Canon 10-25, Canon или там HP 10-18 или 10-20 деген сияқты моделін қарайсыз. Сол модельді мына жерде кейде мысалға сіз қанша печать басқамен шықпай жатады. Оны қалай білесіз? Осы жерде сізде сол принтерді по умолчанию болмаса, осы жерден міндетті түрде таңдауыңыз керек. Нәрсемен жазылып тұрады, мына жерде Canon бір нәрсе деп. Сіз қай принтерден шығарайын деп жатсыз, сол принтер міндетті түрде таңдалып тұру керек мынандай. Менде енді қазір мына жерде принтер жоқ, сол себептен мен сіздерге примерін көрсетіп жатырмын. Осындай сіз таңдаған принтеріңізді таңдайсыз, сосын печать шығарасыз. Енді қанша копия керек деген түсінікті деп ойлаймын бұл жерде. Мысалға 5 экземпляр шығаратын болсаңыз, мына жерге 5 деп жазасыз, 10 болса 10. Сосын кейде бір жағдай болады, мысалға сізде барлық бетін шығарғыңыз келмейді, сізде 50 бет болады, тек қана ашып тұрған бетіңіз шығару үшін осы жерден напечатать текущую страницу деген таңдайсызды печать берсеңіз, тек қана ашып тұрған бетіңізді ғана шығарады. Енді бұл туралы, настройкалар туралы отдельный видео түсіретін болам, камераға түсіріп тұрып, принтерден лайфхактарын толығырақ қызықты нәрселерді алдағы уақытта болатын болады. Енді бір тағы лайфхак айтып кетейін. Мысалға принтерден шығару үшін, мысалға мына жерде бір текстіңізді шығару үшін мынандай ыстық клавишаны біліп алыңыз. Жалпы енді IT саласында осы компьютермен жұмыс істегеннен кейін бұл нәрсені барлығымыз білуіміз керек. Мысалға Ctrl деп жазайын, Ctrl плюс P ағылшынша. Міне қазір дәу қылып мына жерде көрсетіп қояйын. Шрифті 72 мен по центру. Міне, осы Ctrl-P деген давайте қызыл қойып. Осы Ctrl-P деген қазір қараңыздар, ағылшынша Ctrl деген кнопка бассам, ағылшынша P дегенді бассам, міне осылай менде принтердің несі ашылады. Жалпы біліп жүріңіздер, осы Ctrl-P арқылы, мысалы болады, кейде мышка жұмыс істемей қалады, сондай кезде сіз қалай действовать етесіз. Мысалы, ондай бір жағдайлар болып тұрады, мышка жұмыс істемей қалады, бірақ сізге срочно распечатка жасау керек болады. Сонда Ctrl-P-ны басып шығара бересіз. Таппен жұмыс істейсіз. Мысалы, Ctrl-P, мына жерде тапты бассаңыз, осылай таппен ауыса бересіз керек разделдеріңізге. Мышка жұмыс істемей қалған жағдайда, или тез-тез қимылда, мысалға сіз PDF-те отырасыз, или басқа бір документті ашып отырасыз, Photoshop болсын, қандай да бағдарламада Ctrl-P барлығында печатьқа комбинация жұмыс жасай береді. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Ең бастысы каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Олжас Жарқын. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болайық.